Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар, және мен бүгін сіздермен IELTS сертификатынсыз қалай шетелге жоғары оқу орнына түсуге болады деген сұраққа жауап іздейтін боламын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. IELTS сертификатынсыз оқуға түсудің екі жолы бар. Яғни егер сіз ағылшын тілінде университетті немесе өзіңіздің мектепті ағылшын тілінде бітірген болсаңыз, ары қарай сізге басқа университетке түсу немесе магистратура, докторантура түсу ешқандай қиындық болмайды. Яғни сізге ағылшын тілін қаншалықты білгеніңізді дәлелдеудің қажеті жоқ, IELTS-тың қажеті жоқ. Бұл бірінші жолы. Бұл туралы енді мен толығырақ кейінірек тоқталатын боламын. Қазір мен тоқталғым келіп отырған категория, яғни ағылшын тілін белгілі бір деңгейде білетіндер, яғни қазақстандық студенттер, жастар немесе осы университетке түскісі келетіндер, бірақ сертификаты жоқ. Сертификатқа тапсыруға әлі білім деңгейі жетіспейді деп айтайықшы. Осындай категорияға тоқталғым келіп отыр. Сертификаты жоқ, IELTS-қа тапсыруға ерініп жүргендер, немесе қорқып бата алмай жүргендер, немесе ағылшын тілі деңгейі расында да әлі төмендеу, осы кісілерге арналған. Бірінші университет Чехия мемлекетінде, жалпы Чехия мемлекетінде көптеген университеттерге түсуге болады осы сертификатсыз. Бұл үшін нострификация процесі жүру керек. Нострификация дегеніміз не? Ол дегеніміз сіздің жоғары оқу орнын бітіргендігіңіз жөніндегі дипломның немесе мектеп бітіргендігіңіз жөніндегі аттестаттың шетелде танылуы, яғни кәдеге жарауы, былайша айтқанда. Нострификация процесі Чехия Республикасының өзінде өтеді. Ол үшін сіз құжат тапсыруыңыз керек. Құжаттардың қатарында сіздің мектеп бітіру жөніндегі аттестатыңыз, сол аттестаттың қосымшасы және соңғы 4 жыл бойы оқыған сағаттар саныңыз. Осы құжаттардың барлығын аудартасыз сол тілге. Ол үшін арнайы, яғни маман керек. Ол өзінің барлық штамптарын, яғни печаттарын қою керек. Сонда оның барлығының өзінің үрдістері бар. Сізге белгілі бір уақытта, яғни хабарламалар келеді, емтихан болады. Емтиханның да өзінің сатылары бар, бірнеше саттан тұрады. Содан кейін, егер емтихан барысында сізге ағылшын тілінде коммуникация жасау қиын болса, әрине сізге переводчик, аудармашы беріледі. Бұның барлығы қаралған. Сонымен толығырақ ақпаратты комменттен, ссылкадан таба аласыздар. Келесі үлкен категория ол магистратура немесе докторантураға тапсырушылар. Бұл жақта да IELTS сертификатынсыз тапсыру мүмкіндігі бар. Барлығы жоғарыда айтқандай өтеді процестер, бірақ сіз жоғары оқу орнын бітіргендігіңіз жөнінде дипломыңызды, оның қосымшасын, сағаттарыңызды барлығын жоғарыда айтқандай аудармадан өткізіп, арнайы форманы толтырып, сонымен қатар медициналық жаңағы справкалар, анықтамалар бар. Солардың барлығын жинап өткізуіңіз керек. Достар, емтихан туралы тағы қосымша ақпарат айтқым келіп отыр. Емтиханның түрлі этаптары түрлі деңгейден өтеді. Ол 2 немесе 3 емтихан болуы мүмкін. Оның барлығын әрине арасында интервал бар, оның барлығы келісім негізінде жүреді. Ал ауызша немесе жазбаша оның да өзінің, яғни белгілі талаптар бар. Сол талаптар бойынша барлығы істеледі. Осы IELTS сертификатынсыз оқуға түсу жөнінде ақпаратты мен әлде де толықтырып, өзімде ізденіп қарап жүремін. Өйткені менің ойымша бұл өте маңызды. Мен өзім тапсырғанда да осы IELTS сертификатынсыз оқу орындарын қарастырған болатынмын. Тағы да айтқым келеді, мен тапсырған бағдарламаның аты Stipendium Hungarikum. Осы бағдарламаға қабылдау әлі де жүріп жатыр. Оның ішінде Қазақстан азаматтарына 250 гранттай, мен қателеспесем, берілу керек жыл сайын. Түрлі мамандықтар бар. Сондықтан осы бағдарламаның сайтында қарап, тексеріп жүрулеріңізді сұраймын. Жалпы осы видеоның басында мен айтқан болатынмын, IELTS сертификатынсыз жоғары оқу орындарына, шетелдік жоғары оқу орындарына түсудің тағы бір жолы ол, егер сіз бірінші оқуыңызды шетелде немесе сол шет тілінде бітірген болсаңыз, онда сізге мүмкіндік өте көп. Оның ішінде Еуропаның көптеген мемлекеттері, ақш, Канада, Ирландия, тіпті Жаңа Зеландия көптеген мемлекеттер бар. Бұның барлығына сіз қатысып, өз мүмкіндіктеріңізді сынап көруге болады. Ең алдымен менің айтқым келетіні, жалпы шетелге бағытталып, соған мақсат қойып шетелде оқимын немесе тұрам деген адамдарға айтқым келетіні, көп уақыт бұрын, алдын ала, жарты жыл бұрын, білмеймін, 1 жыл бұрын дайындалу керек. Дайындалғанда тіліңізді дайындайсыз, жалпы барлық құжаттарды қалай, неден кейін не болу керек, қанша мүмкіндік бар, бір ғана мемлекетпен шектелмей, мен ылғи айтам, бірнеше мемлекетке бірден де тапсырып көруге болады. Сондықтан осындай мүмкіндіктерді жіберіп алмауға тырысыңыздар.
менің каналыма жазылыңыздар. Шетелдік білім беру жүйесі, жалпы гранттар, бағдарламалар, стипендиялар, тәжірибе алмасу, басқа да жөнінде мен ақпаратпен бөлісіп отырамын алдағы уақытта да. Сіздерге сәттілік.